Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бар жоғы 20 минутта өте дәмді алмадан печенье дайындаймыз. Бұл бізде мини шарлотка сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз ғана уақыт алады. Ыдысқа 2 жұмыртқа, кішкентай қасықтың ұшымен тұзды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Егер миксер болмаса, венчикпен араластыруға болады. Содан кейін 100 грамм қант қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл печеньеға қажетті заттардың барлығын осы видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. 100 грамм бөлме температурасындағы сары майды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Егер сіздерде бөлме температурасында май болмаса, кішкене ерітіп жіберсеңіздер болады. Содан кейін електен өткізіп ұн қосамыз. Оның үстіне жарты ас қасық қопсытқыш, кішкентай қасықтың ұшымен ванилин қосамыз. Он 200-250 граммдай кетеді. Електен өткізіп қосыңыздар және жақсылап араластырамыз. Біз қамыр илемейміз. Мүлдем қамыр илемейміз. Міне осындай консистенцияда видеода көрсетілгендей қолға жабысқыш қою қамыр илейміз. Содан кейін 2 алма қосам, алманың қабығын алып тастаймын. Негізі қабықпен де қосуға болады. Қабығын толығымен алып тастаймыз. Және осы алмаларды ұсақ төртбұрышты етіп тураймын. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Тағы да бұйыртса жүктеледі, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астында подписаться деген батырма бар. Сол батырманы басып, тіркеліп, осы бейнеге лайк басып, осы печеньені дайындасаңыздар, міндетті түрде комментарий бөлімінде бөлісіңіздер. Сіздердің комментарий арқылы басқа адамдар да жасап көреді. Мен тек тексерілген оңай дәмді рецептермен бөлісуге тырысамын. Міне алманы төртбұрышты турады. Енді жаңағы қамырға қосамыз. Кішкене мен изюм қостым. Изюм қосудың қажеттілігі жоқ. Өз қалауларыңыз бойынша. Барлығы дайын. Енді пергамент төселген формаға осы печеньені дайындап саламыз. Яғни үлкен қасықпен тура бейнеде көрсетілгендей салсаңыздар болады. Және 180 градуста 15 минут пісіресіздер. Енді өз пештеріңізге қараңыздар. Осындай жақсы көтерілген, жұмсақ, дәмді болып шығады. Үстіне қант ұнтағын аздап қана себем. Баршаңызға ас болсын, қараңыздар, қазір мен сіздерге бөліп көрсетем. Өте жұмсақ қой. Ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлфия Ерболқызы. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет.